Шмяк Пеппиге қарсы. Түстен кейінгі тамақтан соң не істейміз? Саябақта велосипедпен серуендеп қайтайық. Кетті де шақырып алу керек. Велосипедке мініп саябақты аралау керемет ұсыныс, Пеппи. Ой, ей, кетеді мен шақырғым келіп еді. Не боп енді? Ойымдайтын ештеңе жоқ. Бірге үшеуміз серуендесек те болады. Төртеуміз менде барғым келеді. Менде саған айтатын көп құпиям бар еді. Екеуміз оңаша серуендесек болар еді. Онда Шмяк, сенімен ертең серуендейік. Жарай ма? Бұлай болмайды ғой. Не болып қалды? Біреу біздің Китти және Пеппи екеуімен серуендеуге қарсы ма? Дұрыс айтасың. Саябақ халыққа арналған. Мен болсам Пеппиден құтылу жолын іздеймін. Жоқ, мен ол жайлы айтып тұрған жоқпын. Екеуіміз серуендейікші, ал Киттимен келесі жолығарсың. Жарайды. Шмяк, тоқтат оны! Аха, жарайды, мен таптым. Пеппи, дайындал енді. Бәрі дайын, кеттік. Тоқта, бірінші маған құпияңды айт. Қалай айтсам болады? Мен кеше 2 рет анчоус қосылған бәліш едім. Бұл сенің ойыңша құпия ма? Міне тағы біреу. Мили мен Пампом бір-біріне ғашық. Сәлем. Иә, қандай махаббат туралы айтып тұрсың? Құпияларың шындыққа жанаспайды ғой мүлдем. Шмякпен бірге серуендей берейік бүгін. Байғұс Пеппи оны білмейді. Жоспарымыз мынадай. Велосипедке қашықтықтан басқару қозғалтқыш қою. Сосын Китти мен Пеппи мен жарысқа түсу. Шарт бойынша соңғы келген бәрімізге балмұздақ алады. Қозғалтқыштың көмегімен мен бірінші болып келем. Китти екінші келеді, өйткені ол жақсы тебет. Ал Пеппиге балмұздақ алуға тура келеді. Ол жоқта мен емін еркін. Досым Киттимен ойнап алам. Жоқ, сен мұнаны естіп тұрсың ба? Қандай қу өзі. Жетіспейтін сияқты. Өз-өзімен сөйлесіп отыр. Пеппи, сен де қоймайсың. Шмяк бізбен бармаудың амалын іздеп отыр. Жарайды, саябақта күте тұрайық. Келгенін жарай ма? Ай, мен өз бас киімімді Шмяктың үйінің қасында қалдырып кетіппін. Керемет. Саған сол керек, Шмяк. Жабыстыр. Сағызды. Ұста. Тадам! Бұл не болады? Бұл қоңырау кабель арқылы энергия келеді де, қозғалтқышқа барады, сосын қосылады. Иә, жарысты жеңдік деген сөз. Иә.
Ой, бұл не деген жаңалық? Тоқта, қазір көрем. Не? Кілт жоқ? Бізді біреу қамап қойды. Шмяк, кілт шағалада. Сол жерде тұр. Менде жоспар бар. Мырза, көтергіш дайын, секіріңіз. Бум! Қып болады. Жарайсың, ірімшік. Ей, қайдасың, ірімшік? Бол, тез, кеттік. Ай, сен тұрып қалдың. Қайда жоқ болып кетті өзі? Ол өз идеясын қойған сияқты өзіміз бара берейік. Сәлем, сендерді көргеніме өте қуаныштымын, Китти, Пеппи. Сендер саябақта жүргендерің есімнен шығып кетті. Біз ендіше жарыс ұйымдастырамыз да, жеңілген бәрімізге балымызда қалады. Иә? Бірақ жақсы ой екен, иә? Мүмкін біз велосипедтермен ауысармыз. Сенікін айдауда армандап жүрген едім. Кешір, тамағым құрғап кетті ғой. Әрине, Китти, менің велосипедімді алсаң болады. Не деп тұрсың? Ал ендеше, назар аудар. Марш! Мен Киттиден кейін екінші болып келем. Жоқ, мен озып кетем, бәстесесің бе? Ол үшін Шмяк, Китти бірінші болып келу керек. Ол қалай келе жатыр? Қозғалтқышты қалай іске қосам? Балақайлар, тамақ ішіп аламыз ба? Абайла! Зыпа! Абайлаңдар! Китти қатысты! Алақай іске қосылды! Жоқ, мен қозғалтқышты қосу үшін торымыз тросын шешіп тастадым ғой. Өнер табысың нашар екен, Шмяк. Не? Сонда сен мен аңдып, өз үйімде қамап қойдың ба? Сәлеметсіз бе, Шмяк мырза? Китти саған қатты ашуланады, енді сенімен дос болмайды деп шешті. Қозғалтқышты қоймау керек еді, бізде оны қуып жететін мүмкіндік жоқ. Шмяк, қозғалтқыш сияқты не тез жүреді? Сондай жылдамдықпен үйрек шат. Пеппи, күте тұр. Мен тез қайтып келем. Сен үйректі жүргізесің, ол Киттиді қуып жеткенде ол ұшақтан ұсталады. Велосипедті жібереді де қонады. Иә, бірақ ол оны ұстамаса не істейміз? Назарын аудартатын нәрсе болмаса, қиын. Түсініп тұрсың ба? Сен не жайлы айтып тұрсың? Жоқ. Супер, Шмяк көмектесуге дайын. Сәлем, қалың қалай? Ана жерде тышқан. Бұл емес. Ал енді бәлем. Алақай. Шоқ, менен қашып қалайсың. Шоқ. Китти, қалайсың? Шмяк, тышқан ұшақта қайдан жүр? Мен қайдан білейін? Китти, мен сені құтқардым. Не дейсің? Сен емес пе өз велосипедінен қауіпті көлік жасаған? Жарайды, мен қазір дәмді балмұздақ жегім кеп тұр. Сау болыңдар, барып сатып алайын. Сендермен немесе сендерсіз. Тоқтай тұр, Китти, мен сенімен барам. Мен де.
Рахмет, ірімшік. Сенің көмегіңсіз шынымен де қолымнан келмес еді. Оқасы жоқ, мен де балмұздаққа лайықтымын ғой. Мынаны қарашы өзін. Міне бәріміз жиналдық. Бірге көңіл көтерсек болады. Мүмкін. Менің балмұздақ жегім кеп тұр. Бәрі сол себепті. Иә, мен де. Мен 2 данасын аламау. Балық қосылған, екіншісі ірімшікпен. Марғау шмяк. Табандағы доп. Балалар, ұмытпаңдар. Ертең бізде саябақта футболдан матч өтеді. Лақай! Иә, футболдан жарыс жақсы болған екен. Кешір ірімшік, егер алаңда болғың келсе, саған тығылуға тура келеді. Шмяк, біз сенімен бір командада боламыз. Тамаша! Сендердің жолдарың болмады, сендерде ешқандай мүмкіндік жоқ. Футболдан ең мықты Мен бастығым, күннің соңына дейін мұртсыз қаласың, Шип. Мұна Шип сондай жағымсыз, Шмяк. Оның ұтуына жол бермеу керек. Ертең шақсылап, сүт ішіп ал. Ол саған күш жігер береді. Иә, әрине, сонда да ойында ең бастысы көңіл көтеру ғой. Келсесің бе? Иә, солай, бірақ менің ұтылғым келмейді. Сау бол! Сенің ойыңша мен футбол чемпионымын. Маған жаттығу керек пе? Футбол жарысы шмяк. Керемет. Мен сенің ойыныңды көруге келем. Жақсы ойна. Сен отбасымыздың өкілісің. Есіңде болсын. Иә, әрине. Мен қолымнан келгенше тырысам. Сен мияу қала жаттықтырушысының немересі екеніңді бәріне көрсетуің керек. Түсіндің бе? Жүріңіз, әке, мен сізді жеткізіп салайын. Кездескенше қоланым. Есіңде болсын, отбасымызда біз бәріміз футбол чемпиондары. Мен бұл жарысты жеңе алмайым. Неге уайымдап тұрсың? Сен футбол ойнай аласың ғой? Олай емес. Шмяк Пуф атаның жаттықтыруларына бармаған. Ол футбол ойнай алмайды. Пуф атаның көңілі қалатын болды. Сендер не деп тұрсыңдар? Егер Пуф ата футболдан чемпион болса, Шмяк та чемпион болу тиіс деген сөз емес. Бәрібірде Пуф ата үшін футбол өте қасиетті. Егер сен мысалы чеддердің бөлігінен сабынның бөлігін ажырата алмасаң, атаң саған не деуші еді? Мен тек басқа мал жоқ, мен бұл ойында міндетті түрде жеңуім керек. Барс, сен апта сайын жаттығасың, оны үйрете аласың ба? Иә, бірақ көп жаттығуға тура келеді. Жаттығуды жасаймыз. Пас солға. Жаттығуды жасаймыз, пас солға. Артқа жұмыс жасаймыз. Гол! Енді сен. Иә, қолымнан келеді. Пас солға. Тебем. Ой. Ой. Иә, лақай. Керемет. Так істеп жіберші, қане. Балалар, тамаққа. Иә, бүгін маңызды күн. Шмяк? Өзімді жайсыз сезініп тұрмын. Маған бұл сезім жақсы таныс. Оның аты қорқыныш. Бірақ сен қорықпа. Ол өтіп кетеді. Саған қорғануда ойнауға кеңес берем. Оңай болады.
Ой, Әуес қойлар өздерінің жеңілістеріне дайындалып жатыр ма? тырнақтарыңда аралғаның жөн, әйтпесе сынып қалар. Сенің атан келмеді ме? Ол бос емес сияқты. Ойында екі команда, сарылар және көктер. Ой, Жүресіңдер. шмяк! Бірден 0 көктердің пайдасына. Шмяк жаман ойынша. Сендер оман жеңілесіңдер. Шмяк, саған не болды? Кетті допты саған тура алдыңа тепті ғой. Мен қобалжып кеттім. Қазір жиналып жақсы ойна. Бастамасы онша емес. Уайымдама барс. Матч енді басталды. Бәрі бекер. 2-0 көктердің пайдасына. Емін. Саған не болды? Сенің қолыңнан келеді, шмяк. Маған өте өкінішті. Балалар, үзіліс жарияланады. Кішкене демалыңдар. Бұл не болғаны? Олар әлі де жеңіп кете алады. Шмяк! Мен енді не істейм? Менің кесірімнен команда ұтылатын болды. Берілме, сен міндетті түрде шиптің торына гол саласың. Мен ойлап таптым. Иә? Мен доппен алаңда жаман ойнайым. Бірақ сен маған іштен көмектесесің. Мен де ойнай алам деген келе ме? Үзіліс аяқталды. Мәссаған. Ой. Не? Бол қалай? Шип, саған не болды? Мұртыңды жоғалтып алдың ба? Гол! Алақай! Бұл менің немерем гол салған көрдіңдер ме? Жарайсың, шмяк. Тамаша. Топ бізге сәттілік әкеледі. Жақ олар жеңе алмайды. Балалар. Ой. Шмяк, қайда кеттің? Не үшін? Басқа да бар емес пе? Мен қазір келем. Ірімшік, ірімшік. Шмяк, не болды? Ірімшік топтың ішінде болды. Қалай? Ой, 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 Ірімшік қалайсың?
кешір мені. Мен сені осының бәріне араластырмауым керек еді. Оның қажеті де жоқ еді, Шмяк. Сенің ірімшікті құтқару әрекетің чемпион атағына лайық. Поляға орал, команда сені күтуде. Ой. Кетті. Я! Қалақай! Қортынды ұпай 2-2 ойын аяқталды. Сен гол салғанда керемет болды. Сен жақсы ойыншысың. Дұрыс айттыңыз, Пуф ата. Біздің отбасымызда барлығы футболдан чемпион. Гол! Марғау Шмяк. Супер мысықтың маңызды міндеті. Супер мысық! Там-та-дам-та-дам! Томпақ ханым абай болыңыз. Ірімшік сенің кезегің. Қаппалат, Супер Шмяк. Жарайсың, ірімшік. Мен де ойнап алайын. Мен... Бірге ойнаған қызығырақ. Шмяк, бол тез. Ойнайсың ба жоқ па? Ойнайым, бірақ маған жүгіру керек. Не? Абайла, барс. Жолдан тұр, шип. Я! Рахмет, Супер Шмяк. Не бол сонша итеріп? Не? Сен үлкен қақтығыз тарандатпақ болдың. Неге екен? Сен супер марғаусың, қайдағы супер мысық? Супер апаттың дәл өзі. Сенімдісің бе, бізде ешқандай мәселе туындамайтынына? Уайымдама, біз агет найзағай бір көмелеудің көмегімен Шмяктың тәртіпсіздік жасап жатқанда сендіруге тырысамыз. Цыпа-цыпа. Цыпа-цыпа. Кешіріңдер. Міне сендерге супер дыбыстық супер мысық. Жоқ, менің кітаптарым. Қозғалмаңдар, супер мысық келді. Бұл не масқара мысық? Мысық атқарды, сіздерге ұнамай тұрма не? Мұртымен ант берем. Ұстап алсам жұмысың менімен супер мысық. Супер мысық дейміз, сенімсіз бе тырнақ мырза? Мен оны жаңа саябақтың арғы жақ басында көрдім. Әрине, сүйікті балығымның 34 қабырғасы барына сияқты мен сенем. Сіз тыныштықты бұзып отырсыз. Ей, тоқта. Шмяк, тоқта дедім. Шмяк? Ол да рас. Мен мұндамын, мен Шмякпын. Атым менің супер мысық. Тоқта! Өз құқық бұзушылығыңнан бас тартпа. Найзағай мырза, не айтқыңыз кеп тұр? Түсінбей тұрғандай болма. Тырнақ мырзаны сен итергенің маған белгілі болды. Бұл өтірік. Бұл... Жоқ, не деп тұрсыз бұл... Ауыр айыптаулар. Я, бұлай істеуге болмайды.
Менің ойымша бұл қателік. Менің немерем бұндай нәрсе істеуі мүмкін емес. Солай боптар, тағы ол шағалаларды үркіттіп жіберді. Нені меңзеп тұрсыз? Мен олай істемеймін, шын айтам. Бұл мен емес. Шмяк? Ескертем, енді мен сенен көзімді алмай қарап жүретін болам. Пофатай, сөз берем, бұл мен емес. Балықтырған адамды табуға сізге сөз берем. Бала, қай саған көмек керек пе? Рахмет, бірақ бұл істі супер мысық миссиясы орындайды. Шмяк, қара. Ірімшік уайымдама. Қазір бұл аяқтарға көрсетеміз. Бұл екеуі бір нәрсе ойластырып жүр. Уайымдама, оларды тоқтатамыз. Иә. Олар қайда? Мұның бәрі күдікті көрінеді. Шмяк. Тоқта. Тоқта. Иә. Супер марғаудың тағы бір үлкен ақымақтығы. Енді өз кінәңді мойындайтын шығарсың, а? Бәрін жиына. Найзағай мырза, артыңызда тұр. Әне, жалған супер мысық. Шмяк, мен шаршадым. Тағы бір еркелімен костюміңді тартып алам. Өзің шашқан нәрсеңді дереу тазала. Жоқ, бірінші мен оны ұстап алам да. Сізге алып келем. Шмяк! Шмяк! Шмяк, найзағай мырза бізге жетіп қалды. Бірдеңе жаса. Қабылданды супер мысық. Қайда кетті? Жалған супер мысықты қалай ашуға болады? Ірімшік, сенің ойыңша шынайы супер мысық менің орнымда болса не істер еді? Менің ойымша ол көмекке тосын шақыратын еді. Дәл таптың. Ірімшік, жақсы ойың үшін рахмет. Алаңның осы жерінен ол әрдайым өтеді. Біз оны осы жерден менің супер мысық көлік көмегіммен тұзақ құрып ұстаймыз. Сонымен бітті. Алаяқ супер мысық осыдан көресің. Иә, сен маған көмектесесің. Сен менің мысық көлігіме кіріп, сиренаны қосасың. Бұл жұмыс істейді деп ойлайсың ба? Әрине, сен де супер қаһарман боласың ғой. Енді супер мысық жалғыз күреспейді. Супер ірімшік қасында. Керемет, сен көрдің ба? Керемет мысық көлігі. Тоқаш ол бізге керек. Иә. Шмяк. Сен тұзаққа түстің. Менен құтылып қашып кетпейсің. Міне. Ой. Мысық көлігі үшін рахмет. Шик пен тоқаш. Сендер шынайы супер мысық емессіңдер ғой. Сен де марғау.
Ay. Aa! Sirenanı aşar. Süper мысық, süper ірімшікке көмекке келеді. Ақыры келдің ау. Тағы bir oyun. Ой, Ол жерде не бар? О, жоқ, тек бұл емес. Қаштық. ей, мысық, көлігімді қайтар. Тағы не істейін? Қазір өзің қайтарасың. Супер ірімшік, көк пернені бас. Жарайды. Мә саған. Бәрі осымен бітті. Шип, сен ұсталдың. Мен берлем, сен жеңдің. Сен шынайы супер масақсың. Ал енді босат мені. Жоқ. Бірінші сен Найза мырзаға барасың. Қашып кетіп жүрме, мұртсыз қаласың. Шип, сен екен ғой. Бәрін бөлдірген солай ма? Мойындауым керек. Бұл миссияның жетістігі супер мысық пен супер серіктесімнің арқасында болды. Шмяк? Иә, қиялдағы супер серіктес қой. Иә, қиялымдағы. Дәл солай. Марғау шмяк. Пішінай қораба. Чик-чик, чик-чик. Менің кішкентай қайшым тағы бір-екі рет, сонымен жұмыс бітті. Қазір соңғысы жабыстырамыз, сонымен бәрі бітті. Супер мысық, біз міндетті түрде бұл альбомды бітіреміз. Иә, жақсы болар еді. Бұл соңғы қорап. Қалай? Сен бәрін дұрыс қиғаныңа сенімдісің бе? Біреу жетпейді ғой. Қазір тексерем. Оп. Жоға, мен саған бәрін бердім. Не істейміз? Бұл байқаудың соңғы күні ғой. Ай, Ірімшік, сен бір нәрсе таптың ба? Иә, табылды. Мүмкін дәмін көрерсің. О, дәмін көрейін бе? Жақсы идея. Біз бір қорап пішіне сатып аламыз да жетіспейтін жерін қиып аламыз. Иә, керемет. Сосын. Иә. Жоқ, ақша жәшігі бос. Супер мысық комиксін ала алмаймыз. Шмяк. Міне мұнда жинаған ақшам бар. Мә саған. Рахмет, ірімшік, сен жарайсың. Кешіріңіздер, менде уақыт жоқ. Томпақ ханым, көмегім қажет пе? Шмяк балақай, мен мына қатқаннанды үгіте алмай тұрмын. Қиын емес қой қазір. Ой, қолымнан келмей жатыр. Уайымдама, қазір жасайым. О, мә саған, сенің өткіртісің керемет екен. Остаңыз, Томпақ ханым.
Рахмет саған, Шмяк балақай. Кездескенше. Ірімшік тездет, Шпрот мырзаның дүкеніне бару керек. Сыйып жей қойыңдар. Балық қосылған пішіне қайда екен? Кешір, Шмяк, сенің досың Шип бәрін сатып алды. Менің досым Шип деймісіз? Супер мысықтың коллекциондық шығарылымын сен жалғыз ұтып алғың келмейді, супер мысық. Бірақ оған соншама қораптың не керегі бар? Өйткені мен қатты қарным ашып қалыпты. Бұл енді тым артық. Конкурсқа қатысу үшін бұл қораптардың барлығы керек емес. Ірімшік, сен өз тісіңмен жетіспей тұрған элементін кеміре аласың ба? Әрине. Ірімшік, бассы абай бол. Шмяк, рахмет. Коллекциондық альбомды енді кім алады екен? Маған. Ірімшік. Ей, тоқта, Шип. Маған бір қорабыңды сатшы. Неге екен? Жетесің. Мен өз олжамды бөліспеймін. Тоқта, Шип. Бір қорабың түсіп қалды. Ей, болды. Қош енді. Бәрі жақсы, Ірімшік. Иә, рахмет. Бірақ енді біз шабыстырғышпен не істейміз? Ештең етпейді. Мен альбом немесе досым арасында нені таңдау керек екенін білем. Шмяк, сен мұны көріп тұрсың ба? Балық пішіне қорабы. Алуға тырысайық. Сен кішкентайсың, сенің қолыңнан келеді. Енді қалай айтсам болады, сенің қолың ұзындау. Фу. Алақай. Алынды. Міне ол бізге жетіспей тұрғаны. Ішінде пішіне қалыпты. Ол бұзылған екен. Тоқта, маған қайтар ұрлықшы. Ірімшік. Көмектесіңдер. Эй, қане. Қане, маған бер. Қане, бол. Футбол ойнауға келдің бе, Шмяк? Ірімшік. Ірімшік. Қане. Ірімшік. Шок. Тек бұл емес. Маған өте өкінішті, Шмяк. Бұл сенбісің, Шмяк балақай? Менің тағы бір өтінішімді орындап бересің бе? Әйтпесе бұл байғұс шағалалар аштан қалды. Жарайды, солай-ақ болсын. Әрине, Томпа ханым. Сіз оларға нан бермексіз бе? Жоқ, мен оларды балық пішінәсімен қуантайын деп едім. Олар оны жақсы көреді. Жақсы, айтқаныңыз болсын.
Сен керемет марғаусың, Шмяк. Саған қалай алғыс айтсам болады? Қарсы болмасаңыз, мен қорапты алсам бола ма? Саған пішінаның бос қорабы керек пе? Сенімдісің бе? Я. Рахмет, Томпа ханым. Рахмет! Мен түк түсінбедім. Жастар сондай қызық. Ох, қандай сүйкімді. Пампон, маған хат маркасы керек. Пошта жабық қой, ертең келсең болады. О, жоқ. Бүгін байқауға қатысатын соңғы күн ғой. Бұндай жағдай болса, менде бір марка бар, алсаң болады, мінекей. Рахмет, Пампон. Сіз ең керемет хатшысыз. Иә. Мінекей. Осымен бітті-ау. Қандай шытырман оқиға. Мен үмітімді үзген едім. Көрдің бе, біз бірге бәрін жеңеміз. Шмяк, саған сәлем деме. Алақай. Ашылмай тұрған қараш. Мүмкін түсіңмен ашып көрерсің. О, мәс саған супер мысықтың коллекциондық альбомы. Қане, жігіттер, мүмкін балық пішінәсін жеп көресіңдер. Жоқ, рахмет. Бүгін жегім келмейді, әкешім. Фильм CLS Media тапсырысы бойынша аударылып дыбысталды. Тышқанның 1001 құпиясы. Кіріңдер, балалар, ұмытпаймыз, кітапханада тыныштық сақтау керек. Тырнақ мырза, сәлеметсіз бе? Тырнақ мырза, сәлеметсіз бе? Шмяк, бұл не қылған қорқынышты көлік? О, Томпа ханым, сәлеметсіз бе? Сізді көргеніңізді естімедім. Сіз оқушыларыңызды алып келдіңіз бе? Балалар, өздеріне кітап таңдап, сосын үйге қайтыңдар. Бұл керемет. Шмяк, біріншіден өзіңе кітап таңда. Мінекей, керемет мысық пен Ганнибал. Керемет, жаңа шығарылым. Мен бұл жерден тышқан көрдім. Жоға, саған солай көрінген болар. Шмяк, өзіңе кітап таңдадың ба? Я, ғажайып мысықтың хикаялары. Ал мен әлі таңдамадым. Сен Тырнақ мырзамен ақылдасып көр, ол таңдауыңа көмектеседі. Әрине. Қандай күн? Үйге қайтсақ бола ма? Иә. Кейти, менде саған керек зат бар. Ол тышқан ұстау туралы кітап. Оның атауы Тышқанның 1001 құпиясы. Керемет. Кітап өте қызықты. Онда заманауи және тиімді тышқан қақпақтарының барлық түрлері ұсынылған. Рахмет сізге, Тырнақ мырза. Кітап өте қызықты болып көрінеді. Бірақ сен сияқты ақылды мысық жалбызға арналған су құйғыш жайлы оқығысы келетін шығар. Ол өте қызықты болу керек. Жоқ, далбаса. Ендеше міне косметология бойынша кеңес. Саған ұнайды. Сен түсінбедің, маған тышқан қақпандары керек. Шыбындар біздің достарымыз кітабын алсаңшы. Жақсы кітап, күлетін жері де бар. Жетер, Шмяк, мен тышқанның 1001 құпиясын алам. Маған бер. Қане? Ой. Кешір, Кейти, бұл кітапты сен енді ала алмайсың. Жабыстырып жөндеу керек.
Мынаны алсаң болады, ол химиялық тәжірибелер туралы. Рахмет сізге, Томпа ханым. О, қағазды қалай қайта өңдеуге болады? Қалай вулкан атқылауын көрсетуге болады? Қалай кішкентай шатын шар істеуге болады? Мінекей, бұл өте қызықты. Бір стақанға ас содасы мен сірке суын қосамыз. Барлық қосатын заттар менде бар. Я, бәрі. Бірақ шар жоқ. Менде бар. Ау. Бұл не? Тышқан қақпанын қалай жасауға болатын туралы кеңес. Мәз саған кетей керек болар. Мәз саған. Шип пен Тоқаш тышқан қақпанын қалай жасау керектігі жайлы кітаптың бетін тауып алыпты. Рассел қоя. Жақсы таңдау, живчик. Супер мысық каннибалға қарсы. Бұл кейіпкерге деген құштарлығың бар екен ғой. Жолың болды, бұл альбомды біз енді алдық. Керемет, тезірек жасап тастау керек. Мыналар не істемекші? Қорқам. Уайымдама, бәрін ертең шешеміз. Әрімше қайырлы түн. Түн тыныштығын берсін, Шмяк. Мінекей, соңғы қақпан дайын. Мінекей. Қарашы, қандай керемет тышқан қақпаны болыпты. Бұл барлық емес. Төртеуін қала бойынша қойып шақтақ. Ой. Оған тышқандарды қалай шақырмақсыңдар? Тадам! Ең жақсы қош иісті арахис майы гауда ірімшігі қосылған пастамен араласқан. Жақсы, онда мен кете берейін көріскенше. Оған не болған? Шмяк өзі қызық болып жүр. Соңғы қақпанымызды орнатайық та қалғандарын тексеріп келейік. Қақпандардан құтылу керек. Әйтпесе сен оларға түсіп қаласың. Бұл оңай нәрсе емес, бірақ уайымдама, біз жеңеміз. Шиып қақпанды мына жерге орнатты. Кетті бұл жерге, ал Тоқаш бұл жерге. Бейне тараптандыруды қорғалмай тұрғаннан бастау керек. Тышқан қақпандарына аулау басталды. Керемет. Бәрі өзімізге байланысты. Ірімшік, көмектес, ештеңе көрмей тұрман. Алақай. Керемет. Әрі қарай кеттік. Бол. Ай. Қалған қақпандар күзетіліп тұр. Енді айлакерлікті қолдануға тура кеп тұр. Ай. Әнекей, көрдің бе? Біз барлық тышқандарды жоямыз. Ешбір күмәнсіз. Қақпандар керемет еген. Оған тышқандар түсіп жатыр ғой. 100 шақты түсі өткір, ұзын тырнақты, құйрығы қисық тышқандар. Мен бұл қорқынышты тышқандардың қаланы қалай толтырып, баяу жақындап келе жатқанын көріп тұрмын. Олар өте көп. 100 шақты тышқан деймесең, сен менің қақпанымды күзетіп тұрасың ба? Мен болсам үй тапсырмасын орындап келейін. Көмектесіңдер. Қандай иес, мені ұстаңдар. Тоқта, иіске берілме. Қалай болды, Шип? Ұстадың ба тышқандарды? Күтіп отырман. Бұл таңғаларлық емес. Өйткені сендердің ірімшік құрамдарың тышқандарға әсер Неге? етпейді. Сен қайдан білесің? Білем, менің атам тышқандарды маринатталған анчоустарға ұстайды. Сенің анаңда ол бар шығар. Сен барып келгенше мен қақпанды күзете тұрайын. Мяу, мен тез қайтып келем. Тоқаш, сен неге мұндасың? Өз қақпаныңды күзетуің керек. Бірақ ол жүздеген тышқандарды өзіне тартады. Сол шигер қой, бұл қақпан қой. Ей, қайтар орлақша. Ол жерге қалай шығуға болады? Бәрі бекер, құрып кеткір. Жарайсыңдар, шағалалар.
Шмяк, бұл төзгісіз. Бұл жерде ірімшіктің исі мұрын жарып тұр. Қарсы тұру мүмкін емес. Дәмдісін ай. Ірімшік. Алақай. Көрдің бе, Шмяк? Біз табысқа жеттік. Кейти, қара, сенің артыңда қаншама тышқандар. Қайда? Олар қайда? Қайда? Ана жерде. Қайда олар? Көріп тұрған жоқпын. Тышқандар, сүйкімді тышқандар. Қанекей түрлеріңді көрсетіңдер. Қайда кетті барлығы? Ана жаққа. Иә. Бәрі қашып кетті. Неге? Жоқ. Менің тұзағым? Неге ол сынып қалған? Ішіндегі тышқан қайда кетті? Уайымдама, Кейти, әлі де тышқандарды ұстайсың ғой. Ал сенің қақпаның жақсы жасалынбаған. Енді оны лақтыру ғана қалды. Ей, сенесіңдер ме? Барлық қақпандарымыз сынып қалды. Қалай? Не деп тұрсың? Рас айтам, енді аулауымыз аяқталды. Мұның бәрі қызық екен. Тышқанның мың бір құпиясы сияқты көрінеді. Енді бұл кітапты бірде-бір мысық таңдамайды. Бірде-бірі таңдай алмайды. Тамаша. Бұл бізге барлық қақпандарды жөндеуге көмектеседі. Сен сондай ақылдысың, Шип. Я, мен білем. Қалай? Бұл тағы не деген жаңалық?